Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Микрофонда сіздермен Ильяс Байсейіт. Біз Pythonның кезекті сабағында кездесіп тұрмыз. Енді қараңыздар, біздің бүгінгі сабағымыз 3-8 сызықтық программалауды, алгоритмдерді программалау. Жалпы сызықтық алгоритм дегеніміз ол барлық әрекеттер рет-ретімен тізбектей орындалатын болса, бізде ол сызықтық алгоритм деген ұғымды білдіреді. Яғни құрамында ешқандай шарт болмаса, ешқандай қайталану операциясы болмаса, ол тоже сызықтық алгоритм екенін түсіну керекпіз. Енді қараңыздар. Так, сызықтық программа құрылымындағы есептерді қарастырайық. Негізі бұл ережелердің барлықтарын өзіңіз оқығандарыңыз дұрыс. Жалпы әр қадамды сіздерге жазып берген түсінікті және ұғынықты тілде. Енді қараңыздар, сызықтық программаның құрылымы дейді. Бірінші есеп берілген, А, Б, С, Д бүтін сандары берілген, А мен Б сандарының қосындысы, С мен Д сандарының айырмасының соңғы цифрларының көбейтіндісі табатын формула табыңдар дейді. Яғни қараңыздар, бұл жерде есеп берілген, қараңыздар, А мен Б берілген бірінші мап болып берілген, С мен Д екінші мап болып берілген. Есептің берілгенде көрініп тұр, яғни екі қатар болып тұр, значит ол екі қатар болып берілген. Енді қараңыздар, А мен Б-ның қосындысы бізде 62 деген сан берді. Соңғы цифрасы 2. 98 мен 63-ның айырмасы 5. 35 соңғы цифрасы 5. 2 мен 5-дің көбейткенде 10 шығып тұр. Яғни А мен Б-ның санының қосындысын, соңғы цифрын, С мен Д сандарының айырмасының соңғы цифрын көбейтіндісін экранға шығарып тұр деген сөз. Енді қараңыздар, осының формуласы. Есеп былайынан шығады. Яғни осы жерде бидік, мына жерде мынаны алып тастайық, сонымен мынаны алып тастасақ, бізге жеткілікті. Осының орнына А мен Б-ны берем. Мына жерге С мен Д-ны берем. С мен Д-ны берем. Енді осыған айтамын, енді бірінші x1 тең болады А мен плюс Б-ның қосындысының соңғы цифрасы, x2 тең болады С мен Д-ның соңғы цифрасы. Не үшін жақша қалдым? Себебі жақша бірінші орындалады. Егер де мен оны қоймайтын болсам, бірінші амал мынау орындалып кететін еді. Енді қараңыздар, x тең x1 көбейту x2 print x. Яғни бірінші санымыз бізде 15 47 98 63. 15 47 98 63. 15 47 98 63. Жауабы 10 деген жауап шықты. Так, мынан коды беріліп болған екен қойшы. Кодын салыстырып көрейік. Мысалы, коды А мен Б осылайынан берілді. Мына жерге пустой, яғни қалай ажыратылған екен көрсеткен. А мен Б-ны тура осылай берген, Т деген айнымалы берген. Мына айырмасы осының көбейте салған, тура осындай болып тұр біздің кодта. Енді қараңыздар. Бірінші практикалық тапсырма дейді. S теңге құны дейді 1, 5, 10, 50 және 100 теңгелік монеталар көмегімен аз нұсқада қалай төлеуге болады дейді. Қараңыздар. S дегеніміз 0-ден үлкен болу керек, бірақ 100 мыңнан кіші болу керек. Яғни сіздің қалтаңызда монеталар, нескончаемый монета бар. Сіз магазинге бардыңыз делік. Енді қалтаңызда 477 теңгеңіз бар. 477 теңгеңіз бар. 477 теңгеңізге мысалға какой-то бір фьюз шаймен бірдеңелер сатып алдыңыз, енді примерно айтып жатыр. Енді қалтаңызда сізде 1 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 100 теңге, 50 теңге монеталар бар. Енді сіз, конечно, логично, бірінші 400 теңгеңізді 400 теңгемен құтыласыз, дұрыс қоя. 400 теңгені құтыласыз, сөйтесіде 4 монетаңыз қалтаңыздан кетті. Одан кейін 100 теңгеңізді берейін десеңіз, 100 теңгеңіз артылып тұр 77 теңгеден, ал сізге сатушы, яғни сатыватқан кассадағы апай дерлік, ол сізге айтып жатыр, қалтамда сізге беретін сдачам жоқ, сол себепті без сдачи беріңіз дейді. Енді логично, сіз екінші монетаңызды аласыз. 50, конечно, 77-ден кішкентай, сол себепті бір монетаны бересіз. Екінші монетаңызды берейін десеңіз, не болады? Үлкен болып кетеді. Сол себепті біреу ғана бересіз.
Сонымен 27 теңге. Екінші, одан кейінгі кіші монета 10 теңгеңізден аласыз да, бере алғанша бересіз. Сол кезде сіз 2 монета бере аласыз. Сол кезде сізден 2 монета берген кезде 20 теңге бересіз, 470 теңге берген болады. Сонда 7 теңге қалды. Одан кейін келесі монетаға өткен кезде 5 теңгеден біреу бере аласыз. Сюжетте сізде 2 теңге қалады. 2 теңгені 1 теңгемен жұмсайсыз. Сонда сіз магазинге 100 теңгеден 4-еу, 1 теңгеден 50 теңге, 2 10 теңге, 1 дана 5 теңге, 2 дана 1 теңге берген болсаңыз, сонда жалпы 10 штук монета жұмсағаныңыз деген нәтиже шығып тұр. Ал 340 теңге болатын болса, 300 теңге, 10 теңге шығып тұр. Сонда қорытындысы не шығады? 3-те 4 7. Енді қараңыз, осы есепті шығару үшін 2 бүтін бөлік пен қалдықты қолданылған дұрыс. Ол өте оңай. Алдындағы біз шығарып жүрген есептерге өте ұқсас. Ол секунд пен секунд, миллиметр, тонна, сол сияқты есептерге өте, килограммен шығарған есептерге өте ұқсас. Сол себепті бұған есептен қорқу смыслы жоқ. Input кеттік. Онда бітеміз. 100 теңге дейміз. 100 теңгені Ж деп белгілей салайық. Ж тең S бүтін бөлік 100 болады. Сөйтемізді S тең S процент 100. Яғни 100 теңгені алып болған соң, яғни қанша остатық ақшамыз қалды, соны есептеп аламыз. 50 дегеніміз Е. 50 тең болсын, осы S-ті бүтін бөлік 50 дейміз. Осында қалған ақшаны не істейміз? S-іміз тең болады. S процент 50. 50 теңгені құрып болған соң, қанша остатық теңгеміз қалды. Одан кейінгі ақшамыз 10. 10 теңге дегеніміз, осыны 10 деп жаза берейінші. 10 дейміз, мынаны 100 деп, әрқайсысын өзінің атына бере берейін. Мынаны 50 дейін. Так, енді 10 теңге дегеніміз S-ті бөлген кезде 10-ға болады. S-іміз қайтадан тең болды. S процент 10. 10 теңгені алып болған соң қанша остатығымыз қалды. Одан кейінгі монетамыз қандай? 5 теңге. 5-іміз тең болады. S бүтін бөлік 5-ке тең болады. S-іміз қайтып неге тең болды? S процент 5-ке. Қалғаны біздің 1 болады. 1-ге теңестіреміз S-ті. Яғни қанша монетка қалса, сол 1 теңгеге тең болады. Одан артық ол бөлінбейді деген сөз. Яғни принтке біз шығарамыз қосылған. Яғни общий санауды 100 қосылған 50 қосылған 10 қосылған 5 қосылған 1 қосылған 1. Сонымен шығады бізде 10 шығады. Қазір тексеріп көреміз. Так, енді бізде берілген сума 477 теңге 10 шықты. Екіншісін тексеріп көреміз. 340. Ол бізде 7 шықты. Ол қалай шығып атқан көруіміз үшін мына жерге бүйтіп берейік. 100 өтір қосылған 50 қосылған 10 қосылған 5 қосылған 1 тең болсын 150, яғни осы 5-тердің қосындысына тең болсын. Сол кезде бізде четкі есеп көрінеді. Яғни бізде болады 477 теңге болса, қараңыздар, 4 100 теңгелік, 1 50 теңгелік, 2 10 теңгелік, 1 5 теңгелік, 2 1 теңгеліктің қорытындысы общий суммасы, яғни 100 теңге шығады, 10 теңге шығады екен. Тура осыны 340 теңгеге беретін болсақ, 340-қа беретін болсақ, бізде 100 теңге шығады екен, 50 теңгеден 0, 10 теңгеден 4-еу, қалғандан 0 теңге, значит 7 штук шыққан екен. Келесі есепке көшейік. Так, мына осы жерде тапсырманың коды да бар екен. Тапсырманың кодын көріп, осымен салыстырсаңыздар да болады. Так, одан кейін мына есепті қарай жерсек болады. Так, мына тапсырманы қарайық. Самат
картаны бірдеңке әр торғысын, яғни бұны сіздерге міндетті түрде қағазға алып, сонымен картаның қазыналы деген, яғни басына, в общем, сокровищен дейді ғой, былайша айтқан кезде сандықты қойып, сол жерге қарай сызбаны сыз деген есеп. Бұл сызбаны сіздерге мен мына жерде көрсете алмаймын, бірақ өте оңай есеп екені көрініп тұр, потому что оңға солға деп әшейін қадамдар санын беріп отырасыз. Келесі есепті көрсетейін мен, одан да сіздерге міне қараңыздар. Тек қана цифрлардан құралған А, Б, С жолдары берілген, яғни цифр болғанмен, бірақ ол жол типінде берілген екен. Енді бірақ олар қалай берілген қараңыздар, 1, 2, 3 қатар болып берілген. Егер 3 қатар болып берілсе, ол значит әрқайсысы input болмаса input болып әр қатарға берілген, значит ол map емес деген түсінік сіздерде болу керек. Енді біріншісі айтады, жолдарды қосып экранға шығар деді, яғни 214 қосу 456 қосу 300 деп бір қатарға шығар деді. Екіншісі, жолдарды бүтін санға айналдырып олардың қосындысын тап дейді. Енді қараңыздар. Так, енді осы есепті қарайтын болсақ. Так, A тең int input, B тең int input, S тең int input. Енді айтады, осының қосындысын бер дейді. S1 тең болсын. Int input емес, бұлардың барлығы input болып берілді. Себебі олар жол деген жоқ па. Сол себепті бұлар әшейін жол болады. Сан болғанмен, бірақ оның типі жолдық str болады. A плюс B плюс S. Ал S2-міз тең болады бізде. Так, бұнан принтін бірінші беріп алайын сіздерге. 214, 456, 300 шығады. S1 деп, мына жерге S1 жазған екем, яғни не айтып тұрсыз деп тұру программа маған. 214, 456, 300 шыққанда қорытындысы 456. Бұның тайпын беретін болсақ, мына жерге print type S1 дейтін болсақ, біз оның не шыққанын көретін боламыз. 214, 456, 300. 300 емес, не болып кетті, бірақ негізінде осы жерде класс str дейді, яғни 300 болу керек. Енді келесі бізде айтқан оларды S2, яғни тең болады, бұны бүтін санға айналдырып, әрқайсысын қосатынымыз неге деген? Бәрін санға айналдырып бір-біріне қос деген. Int S print S2 сөйтіп print type S2. Міне, осыны көрейік, есебін 214, 456, 300. Яғни біріншісінің мәні 214, 456, 300, екіншісінкі 970 шықты. Біріншісінкі жолдық, екіншісі intқа айналды деген сөз. Егер де қараңыздар, мына кодта егер де мысалға барлығын бір intқа салып жеретін болсаңыз, олардың мәнінде ешқандай айырмашылық болмайды. Просто бұл жерде бізде екеуінің типінде ғана айырмашылық болады. Яғни екеуінің мәні бірдей, бірақ біреуінің типі str, біреуінің типі яғни int болады, бүтін сан болады. Яғни осы жерге 214, 456, 300. Бізде шықты 214, 456, бірақ оның типі str, мұнаныкі болса тура сол сан, бірақ оның типі уже сан болып шықты. Келесі есепті ауызша шығарсақ болады. 100-ші бет екен мықты. 100-ші бет. 100-ші беттегі мына есеп қараңыздар. A тең int input, A-ға 486-ны берген. 486-ны берген. Сөйткенде x-қа тең, x-іміз тең болған, A-ның 100-ге бөлгендегі 4-ті алған, дұрыс па? 4 ішінде, 100 теңге ішінде 4-еу. Y-ті айтады, Y бізде оның 10-ға нестеге 48-ді, одан кейін 8-ін алған. Y-іміз тең болған, 8-ге тең болған, Z дегеніміз 6-ға тең болған. Енді айтып жатыр.
b дегенimiz, яғни тең болат қаншаға, x дегенimiz 4 көбейту 100-ге қосамыз z-ге. Z дегенimiz 6, сонда 406 деген жауап шығады. Жауабын Pythonға салып тексеріп көрсек те болады, болмаса өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Мысалы a тең int input, x тең a бүтін бөлін 100, b тең y тең a 10-ға, процент 10-ға, z тең a процент 10-ға, b тең x көбейту 100-ге плюс z-ге деген. Print b. Жауапқа 486 берген. Мына жерге жаба салайық. 486 берген, сонда жауабы, слэш басылып кетті. 486 берген, сол кезде 406 жауап шықты. Жауаппен сәйкес келді ма? Әрине 406 шығатын еді бізде. Так, келесі сабақ бізде практикалық жұмыс. Келесі кездескенше назарларыңызға рахмет.